Көпшілігіміз қарбызды жақсы көреміз, алайда оның ішіндегі дәнін көп жағдайда қоқысқа лақтырып жатамыз, ал оның адам денсаулығына пайдалы екенін бәріміз біле бермейміз. Біз бүгін сіздерге қарбыз дәнінің пайдалы тұстарын айтқымыз келіп отыр. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қарбыздың дәнін ұнтақтап, шай қылып ішуге болады. Сонда ішек-қарын жолдарын тазартып, ағзамызды түрлі аурудан аман сақтап қаламыз. Қарбыз дәні адамдарда зиянды паразиттерден құтқарады. Ол үшін оны жылы сүтке салып, араластырып, бір апта таңертең және кешке ішу керек. Дәннің құрамындағы цитрулин, антиоксидант секілді қызмет атқарады. Себебі қан тамырларын кеңейтіп, артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі. Ғалымдардың айтуынша, қарбыз дәні бүйрекке де өте пайдалы. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін арттырады. Дәнде А, В, С дәрумендері, темір, магний, марганец, калий және тағы да басқа элементтер өте мол. Қарбыз дәнінен шай дайындаудың жолы. 4 ас қасық ұнтақталған қарбыз дәнін алып, үстіне 2 литр су құйып, 15 минут қайнатасыз. Сол шайды 2 күн ішіп, 2 аптадан соң қайталауыңызға болады. Алайда бір ескеретін жайт, қарбыз тап-таза болуы керек. Сондықтан өз аулаңызда өсіргеніңіз дұрыс. Қарбыздың шығу тарихына назар салыңыз. Қарбыздың ең үлкен жидек екенін бәрі біледі. Алайда ботаниктер әлі күнге дейін бұл тұжырыммен келіспейді. Қарбызды асқабақ тұқымдасына жататындықтан жалған жидек деп атайды. Оңтүстік Африка қарбыздардың отаны болып саналады. Бұл жидектің барлық түрі Калахари шөлінде өсетін бір тұқымнан тараған. Қарбыздың байырғы түрлері қазіргі заманға бәрімізге таныс қызыл жемістерге көп ұқсамайды. Бастапқы құрамында ликопин, яғни қарбыздың мәйегін бояп тұратын пигменттің аз мөлшеріне байланысты жабайы жемістер ал қызыл түсті болған. Сөйтіп, тек 20 ғасырда ғана селекционерлер қызыл қарбыз өсіре бастаған. Сондай-ақ перғауындардың қабірінде тұқымдардың табылуы және оның қабырғаларында қарбыз суретінің салынуы ежелгі Египетте өскеніне дәлел бола алады. Мұнда тіпті қарбызды Египеттің жауынгер құдайы жаратты деген аңыз бар екен. Римдіктер болса қарбыздарды жеп, тұздап, одан қайнатылған шәрбет жасаған. 10 ғасырда бұл жеміс Қытайға келіп, мұнда оны батыс қауыны деп атады. Қарбыз бүкіл әлемде көбінесе Қытай, Үндістан, Иран, Түркия, Өзбекстанда тараған. Кейбір елдерде жыл сайын қарбыз фестивальдары өткізіледі. Тіпті Ресей, Украина, Аустралия және Америка құрама штаттарында ескерткіштері бар екен. Ал Қазақстан өсіру жағынан Қытай көш бастаған қарбыз өндіруші мемлекеттердің алғашқы 15-тігінің ішіне кіреді. Аталған жидек еліміздің жылы аймақтарында, әсіресе қазіргі Түркістан облысының Сарыағаш, Жетісай, Шардара елді мекендерінде, Алматы, Жамбыл облыстарында мол өсіріледі. Айта кетерлігі, қарбыздар тағам ретінде ғана емес, карвинг үшін де қолданылады. Яғни карвинг дегеніміз өнімдерді көркем ойып, оған сурет салу өнері. Бұл бағыт батыс елдерінде жоғары дамыған. Сонымен қатар, көптеген фильмдердің дыбыс режиссерлары соққылардың лақтырылған тастар мен басқа да дауыстарды алу үшін қарбызды тиімді әдіс ретінде қолданған екен. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Достар, айтпақшы, осы айдың соңына дейін 80 000 оқырманға жетуге көмектесулеріңізді сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қазақша контентке қолдау білдіре кетіңіз. Алдын ала рахмет, істеріңіз оң болсын.